Баршаңызға сәлем. Адамның көзсіз қалуы үлкен қасірет. Бірақ ешқашан көру мүшелері болмаған, немесе эволюция үрдісінде оларға сенуді тоқтатқан тірі жандар бар. Біз сіздерге көзсіз өмір сүретін соқыр, 7 жан жануарды және жәндіктерді ұсынамыз. Бразилияның Минас-Жерайс штатындағы үңгірлерде көзді және пигментацияны қажет етпейтін балықтар бар. Көлемі 4,6 сантиметрге дейінгі бұл кішкентай тіршілік иелері өз үңгірлеріндегі тоғандарда салыстырмалы түрде оңаша өмір сүреді. Оларда жарыққа реакция жоқ, көретін көру мүшелері де жоқ. Бразилиялық соқыр харацит 25 шақырымға созылатын сулы горизонтпен шектеледі және жергілікті жер асты сулары деңгейінің төмендеуіне байланысты тіршілік ету ортасын жоғалту қаупі бар. Жылдар бойы жер асты суларында өмір сүргеннен кейін Техастағы соқыр саламандр көзді қажетсіз сән салтанат деп шешіп, жұқа және түссіз тері астына жасырып, енді оларды қажет етпейтін деңгейге дейін дамыды. Көзі жоқ тағы бір жәндік Гавайдың Кауай аралында орналасқан бірнеше үңгірде тұратын соқыр қасқыр өрмекші. Оның ұзындығы 20 мм-ге жетеді. Таң қаларлық атауға қарамастан, үңгір қасқырының өрмекшілері адамдар үшін мүлдем зиянсыз және олардың тіршілік ету ортасында кездесетін кішігірім амфиподтарды жем ретінде қолданады. Бұл Техас штатында кездесетін және сатан тұқымдасының жалғыз өкілі, сирек кездесетін тұщы су шортаны. Қазіргі уақытта ол Сан-Антонио мен оның айналасындағы 5 артезиан ұңғымасында ғана кездеседі. Сатан балықтарының пигментациясы жоқ және сыртынан көрінетін көзде жоқ. Алайда олардың бір кездері көру мүшелері болған, бірақ эволюция нәтижесінде жоғалып кеткен болуы мүмкін. Көздің қалдықтары керемет түрде кішірейтілген және көздің тор қабығында немесе линзасында іздер жоқ, ал оптикалық жол миға жетпейді. Бұл бозғылт қызғылт, құйрықты, судың 10 градус температурасына оңай төтеп береді. Осы тізімдегі кейбір түрлерден айырмашылығы оның көздері бар, бірақ олар терінің астында толығымен жасырылған және ешқандай жарық көре алмайды. Бұл жануарлар иіс пен есту мүшелерін қараңғыда жүру үшін пайдаланады. Жұлдызды мұрын планетадағы ең ерекше жануарлардың бірі. Оларға соқырлық дұрыс тамақтануына кедергі келтірмейді. Жануардың тұмсығындағы етті өсінділер қоршаған ортаны зерттеп, қараңғыда жүру үшін пайдаланады. Жұлдыз мұрынға жат көрініс беретін бұл ағзаның құрылымында 100 мыңнан астам жүйке ұштары бар. Бұл өсінділер секундына 13 түрлі нысанды бағыттауы мүмкін. Бұл жұлдыз мұрын кез келген тағамды тез алуға мүмкіндік береді. Бұл аш-шаяндар Кентукки үңгірлерінде кездеседі. Мұндай жерлерде жарық аз болғандықтан, олар эволюция нәтижесінде көзді қажет етпеді. Және онда пигменттер толығымен жоқ болғандықтан, бұл тіршілік иелерін толығымен мөлдір етеді. Көзсіз аш-шаяндар жер асты суларының қозғалысына байланысты үңгірге түсетін тұнбаның арқасында өте жағымсыз ортада тіршілік етеді. Бұл шөгінділерде олар өз тағамдарын, саңырауқұлақтарды, балдырларды және басқа органикалық материалдарды табады. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.